бір күні бай біреу қасында енді досы дейміз ба, інісі дейміз ба, жаңағы енді көмекшісі дейміз ба, бір жігіт отырады. Сонда жаңағы бай кісі айтады ғой, мә мен бананды жаман қатты жақсы көремін дейді. Сонда ана жанында отырған жігіт айтады, иә мен де жақсы көремін бананды. Банан өте жақсы ғой, банан пайдалы ғой, бананның калориялары мынандай ғой, ой бананды көп жеп тұру керек деген сияқты жібереді ғой әңгімені. Сөйтеді да бір кезде ана кісі айтады, бірақ маған банан жақпайды. Банан жесем мен ішім өтіп кетеді, ішімді айдайды. Сол үшін банан жемеймін дейді. Ана қасындағы жігіт айтады, бірақ көп жеу ол действительно ішті айдайды, ол бананды байқау керек. Менде де сондай, сосын мен де көп банан жей бермеймін дейді. Бұл негіз болған оқиға емес, жігіттер. Бұл біздің тақырыпқа бір мысал ретінде алған нәрсе ғой. Қазір не бір жігіттер бар да, жақсы жігіттер, қасындағы достары құртып жатыр. Жағымпаз достар. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дос таңдағанда өте сақ болу керек екенін ескерткен. Сен досыңның дініндесің деп айтқан да. Дос таңдағаныңызда қатты сақ бол дейді. Шынымен да жігіттер, қазір сондай достар бар да. Көріп жүріп қой, көреміз ғой кәдімгі. Жағымпаз достар ше. Зиянын айтайын мына, жағымпаз достың ше. Сенің дүниең үшін дос болып жүрген адамдар бар ғой. Жағымпаз достар. Зияндары мынау. Ол сені әрдайым мақтайды. Ойбай, сенің жүрген жерің береке. Ойбай, сен берекесің сен. Ой, сен деп, жомартсың сен. Мақтай береді. Зияндарын айтайын. Адам қошеметті жақсы көреді. Шынымен де қошеметті жақсы көреді. Сен өзі анадан рахаттана бастайсың. Ана қошеметке ше. Одан кейін сенен қателікті біреу сен қателігіңді айтса, сен көтере алмайтын боласың. Сен өйткені қошеметке үйреніп қалғансың да. Біріншісі сол, сен өзің даңдай сый бастайсың. Әрдайым одан кейін сен мақтай береді. Сен өзіңе онша күнәларға рұқсат бересің. Неге? Сен өзіңді мықты, шынымен жомарт, тақуа, шынымен береке адам екенін деп ойлайсың да. Өйткені ана қасындағы солай жеткізіп жатыр да саған. Одан кейін сен өзіңнің қателігіңді көрмейтін боласың. Өйткені көрсететін қасыңда адам жоқ сенің. Шынымен сен қателесесің. Негізі адамның қателігін жанында досы көреді да, сыртқа көрінеді да. А сен сыртыңдағы көріп отқан адам қателігіңді көріп отқан. Саған қателігіңді айтпайды. Өйткені оның саған қателігіңді айтса, сен оған ренжіп қаласың да, оның жоспары бұзылуы мүмкін да. Сенен бір нәрсе өндірем деген жоспар бар ғой ода. Сол жоспар бұзылып кетуі мүмкін да. Енді не болады? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып жатыр, қара, бетіңе мақтаған адамға дейді да, ауыр сөз, қараңыз, топырақ шашыңдар деген бетіне. Сені мақтаған адамға осындай мағынада хадис бар. Бетіне топырақ шашыңдар дейді. Істеп көрші. Қасыңыздағы досыңыз құртады. Не бір мықты жігіттерді мақтап, анау шынымен солай екен дейді да, ұрынып жатыр бар. Өйткені басқа бір жігіттер келеді да, сен мынау дұрыс емес десе, анау көтере алмай қалады оны. Ондай сөзге ол үйренбеген да ол. Қараңыз, Ферғауын құдаймен деді ғой, оны сондай дәрежеге ол ақымақтыққа баруға кім себеп болды? Қасындағы досы. Қасындағы досы уәзір айтқан ғой Ферғауынға. Сен құдірет бар сенде деген. Сенде бір құдірет бар, өйткені сен қаласаң өлтіре саласың, қаласаң өлейін деп тұрған адам жібере саласың. Бүкіл адамдар сенің алдында жыбыр-жыбыр шабатта жүреді. Сен бұндай дәрежеге бекерден бекер жеткен жоқ, сенде құдірет бар дейді да. Сөйтеді да Ферғауын шығады, мен сендердің құдайыңмын дейді ғой, қауымына да. Ал қауымына да бәрібір білет оған қарсы шықса өлтіріп жіберетінін да. Олар да айтыр, басымыз тыныш болсын деді да, сен құдайсың деді да, бүйтіп болды, кете берді. Кейбір адамдардан басқалары да, Муса алейхиссалам қауымымен қарсы шықты, көбісі бірақ сол Ферғауынды құдайсың деп кетті. Бір күні жаңағы Ферғауын мен уәзір екеуі отырады ғой бөлмесінде, біреуге есік тақылдатады да. Досы кетеді, қайтып келеді. Не болды? Бір кісі келіпті біреу. Не дейді? Сиыры өліп қалған екен. Соны Ферғауын құдай ғой, сиырым тірілтіп берсінші деп кепті дейді. Сен не дедің десе, мен Ферғауынның ондай майда шүйдемен айналысуға уақыт жоқ деп айттым дейді. Сонда Ферғауын айтады, алдырта самадың да тірілтетін ақ қой дейді. Не болды? Ол өзін шынымен құдай екен деп, сен уже қара, адамды мақтай бересің ғой, ол уже ол сөзіне сеніп қалды да, ол шынымен құдай екен деп ойлап қалды да.
bir өте үлкен қызметте істеген жігіт, өте үлкен қызметте істеген. Анасы айтады бір күні, сен қасыңдағы достарың маған ұнамайды. Өте жүрген достарың қашан көрсең сені мақтайды да жүреді. Ойбай көке жәке, олар сенің мамандығыңды, олар сенің ақшаңды пайдаланып жүр дейді. Сонда ана кісі айтады ғой, білем дейді. Білем олар мені пайдаланып жүргенін. Бірақ басқа амал жоқ. Осындай дәрежеге жеттім дейді да. Маған осы рахат. Біреулер келіп сен алдында кішірейіп, көке көке деп жүрсе, маған сол рахат дейді да. Қалаған мен де олар пайдаланып отырмын. Қалағанымша жұмсайым, қаласам ұрсам, олар маған қарсы шықпайды. Маған да осы ұнайды дейді да. Сонда анасы айтады, ертең сен қызметтің бітеді ғой сенің, пенсияға шығасың ба, басқа сен қызметтен кеткеннен кейін олар сені тастап кетеді дейді да. Білем дейді. Ана кісі айтады, білем дейді. Қайдан білесің десе, мен де солай істегем дейді. Мен де осы дәрежеге жету үшін солай істегем дейді. Жігіттер, жағымпаз достар, шын мәде анау көрініп тұрады ғой, Алланың құдіреті ше. Кейбір кезде ше көрінеді ғой анау. Бір жігіттер бар да, біреулердің алдына келеді да, көке, братам, мен саған, мен сені сыйлаймын да, мен сені да деп ше. Көрініп тұр да ана адамның ше анау образға кіріп тұрған ше, мен айтамын да, еркексің ғой. Құрметте деген нәрсемен ше, жәрбеңде екі түрлі. Құрметте, бірақ жағымпазданба. Екеуі екі нәрсе. Құрметтеу басқа, жағымпаздану басқа жігіттер. Жігітсің ғой, бір кішкене бір дүниеге ола сонша түспесей, мүмкін ол саған берер, мүмкін ол бермеуі де мүмкін. Сонда да бір